Бұл жарыс жыл сайын дәстүрлі түрде өтіп отырады. Жоғары және арнаулы оқу орындарының арасында. Бүгін бізде 16 команда осы бәсекеге қатысуда. 8 колледж және 8 университеттен арнайы командалар келіп отыр. Жавид Тұрақұл 10 жасынан футболға әуес, арманнан адаспаған жас Қазақстан Республикасының 2-ші лигасында өнер көрсетіп жүр бүгінде. Сонымен қатар Парасат колледжінің студенті бұл жарыста өзі білім алатын оқу ордасының намысын қорғамақ. Парасат колледжі атынан келіп отырмыз. Мардан Сапарбаев атындағы жыл сайын осындай спартакиадаларға қатысып, жүлделі орындар алып жүргенбіз. Және де осы жылы да мақсат бар, бірінші орын аламыз деген. Жақсылап дайындалып, жеңіске жетеміз деген үмітпен келдік. Турнирдің жүлде қоры қомақты. Ұпай саны оза шапқан команда 300 мың теңгенің иегері атанады. Тиісінше 2-ші орынға 200 мың, 3-ші орынға 100 мың теңге сыйақы белгіленген. Одан бөлек үздік қақпашы, үздік шабуылшы, үздік ойыншы номинациялар бойынша дипломдар тапсырылмақ. Қасым Хабибуллаұлы, Дилшат Адашев, Нар Ньюс.